Сәлем қыздар, арнаға қош келдіңіздер. Егер де сізді артық салмақ мазаласа, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің видеоларымды жоғалтып алмайсыздар. Дәл осы видео босанғаннан кейін артық салмақты жинап алған қыз-келіншектерге арналады. Соңына дейін қараңыздар. Босанғаннан кейінгі салмақ қосу жоғары метаболикалық гетерогенді ауру және майлы тінінің шамадан тыс бөлінуімен қатар жоғары кардиометаболикалық және қан тамырлары қауіптерімен сипатталады. Мұндай жағдайда не істеу керек? Ең алдымен мамандарға көрінген дұрыс. Бала еміземін ғой, бала емізуді тоқтатқаннан кейін арықтауды қолға аламын демей, ең алдымен эндокринолог дәрігеріне барып, қан тапсырып, және гормондардың жұмысын бір бақылап көріңіз, және тамақтану режимін, яғни өмір салтын өзгертіңіз, және арықтауды қолға алыңыз. Босанғаннан кейін салмақ қосу, босанғаннан кейінгі нейроалмасу эндокриндік синдромның ішіне кіреді. Дәл осы мәселемен айналысатын мамандар ол эндокринолог және жалпы тәжірибелік дәрігер, яғни терапевт және диетологтар жұмыс жасайды. Эндокринологтардың жұмыстары сіздердің гормондарыңыздың қалай жұмыс жасап тұр және салмақ тастау процесіне ол қалай әсер етеді, сонымен айналысады. Диетологтар сіздерге арнайы ас мәзір құрап береді, ал жалпы тәжірибелік дәрігер сіздің ағзаңызда қандай дәрумендер тапшылық болып жатыр, соған жаңағыдай дәрумендерді жазып беріп отырады. Жүктілік процесін тоқтатқаннан кейін жүктілік кезіндегі жиналған салмақты көп әйелдер босанғаннан кейін тастай алмай жатады. Оның бірнеше себептері бар. Ең алдымен бірінші себеп бала еміземін деп әрі емізген сайын тамақтану, яғни тамақтану режимі болмағандықтан артық салмақты жинап алып жатады. Екінші себеп босанғаннан кейін бізде депрессия пайда болады, яғни босанғаннан кейін бізде артық салмақ болады, салбыраған іш болады, как будто бір ішінде 5-6 айлық баласы бар сияқты болып сезіледі. Содан кейін әйел адамда самооценкасы төмендейді, яғни сол кезде уже тамақтану арқылы өзінің ішкі сезімдерін баса бастайды. Келесі себеп ол баланың режимімен ана деген өмір сүрмейді, яғни бала ұйықтаған кезде ана демалып алмайды, бала ұйықтаған кезде үй жинап алайын, тамақ істеп алайын, үй шаруасын бітіріп алайын деп жаңағыдай үнемі жұмыстары бітіруге тырысады. Сол кезде бала ұйқыдан тұрады, ұйқысы қанбаған, шаршаңқы, еш нәрсеге үлгермейтін ана сияқты өзін сезініп кетеді де, сосын ары қарай тамақпен өзін тағы да басатын болады. Мұндай жағдайда не істеу керек? Мұндай жағдайда ана деген бала режиммен өмір сүру керек. Яғни бала ұйықтаса, демек ана да ұйықтап алған дұрыс. Бала тұрса, одан кейін баламен бірге өзінің ұйқысы қанған, сосын жұмыстарды жасай беруге болады. Менің айтып отырғаным әрине сіздерге кішкене қиындау болып көрінуі мүмкін, бірақ осыны жасап көрсеңіздер өздеріңізге де жеңіл болып қалады. Босанғаннан кейінгі кезеңдегі салмақ қосу репродуктивтік қызметінің бұзылуымен қатар барлық қыз-келіншектердің, яғни 4-5% қыз-келіншектерде салмақ қосу процесі басталады. Яғни салмақ қосу процесі жүктілікті тоқтатқаннан кейін 4-5% қыз-келіншектерде кездеседі. Босанғаннан кейінгі алғашқы 3-12 айдың ішінде салмақ қосу процесі үдейе түседі. Дәл осы кезеңде бізде етеккір циклы бұзылады, яғни етеккір келмейді. Соның салдарынан бізде гормондарда өзгеріс болады және салмақ қосу дәл осы кезеңде арта түседі. Кейбір қыз-келіншектерде енді босанғаннан кейін салмақ қосу болмауы мүмкін және етеккір циклы босанғаннан кейін де қалыпты түрде келуі де мүмкін. Жалпы босанғаннан кейін әйел адамның қалыпқа келуіне шамамен келесі баланы көтерем дегенше барлықтарыңыз білесіздер 3 жылдай уақыт қажет болады. Яғни 3 жылға дейін әйел адам өзінің ағзасын қалпына келтіру үшін дәрумендерді қабылдау керек және жүктілік кезіндегі салмақ, яғни салмақ жинап алса, одан арылу керек, яғни салмақ тастау керек, жалпы өзінің формасына келу керек. Ал егер де сіз салмақты жаңағыдай дер кезінде өзінің қалпына келтірмесеңіз, келесі баланы дүниеге алып келерде ол салмақ өсе береді. Босанғаннан кейінгі аналарға айтарым, тамақтану режимді дұрыстаңыздар. Яғни мен ашулымын немесе депрессиядамын деп өздеріңізді жаңағыдай калорийный тамақтармен алдамаңыздар. Тәтті печенье, қарапайым көмірсуларды көп тұтынбаңыздар.
Босанғаннан кейін сүт шай ішсең балаңа көп сүт болады деген сөзге де алданбаңыздар. Тек қана таза су және дұрыс тамақтану, сапалы ұйқы режимін дұрыстасаңыздар, сіздің көңіл күйіңіз жақсы болады, гормондар жақсы жұмыс жасайды және миыңыз тынық болады. Бала қараған кезде өзіңізді шаршаңқы, депрессия, стресс, ондай ситуациялар болмайды сізде. Босанғаннан кейінгі салмақ қосуда негізі салбыраған іш барлық әйелдердің проблемасы болады. Дәл осы ішті кетіру үшін босанғаннан кейін сізде ешқандай кері көрсеткіш болмаса, яғни вакуум жаттығуын жасауға болады. Босанғаннан кейін 40 күннен кейін вакуум жасауға болады. Егер де сіз кесар тілімен босанбаған болсаңыз, сіздің асқазанда язва, гастрит, ондай аурулар болмаса, ішіңізде аппендицит болмаса, онда вакуум жаттығуын жасауға болады. Ал қыз-келіншектер, босанғаннан кейінгі қалып кеткен іштеріңіз болса, онда дәл осы видеоның описаниясына вакуум жаттығуының жасау техникасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде жасаңыздар, күнделікті жасасаңыздар эффект болады, яғни іштеріңіз тартылады, ішке қарай кіретін болады. Қыздар, ақпараттар пайдалы болса каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша, арықтағысы келіп жүрген, артық салмақтан арылғысы келіп жүрген қыздар болса, онда менің каналымды жіберіңіздер. Менің каналымда арықтау жайлы ақпараттар мен пайдалы ПП рецептері таба аласыздар.